Менің отаным, менің базарым Қазақстанның жеті келбеті. Тектұрмас кесенесі тарихи-мәдени маңызы бар. Төле Белграй, Нұрмұхамед сегізінші ғасырдың оқушысы. Жобамыздың мақсаты туған өлкеміздің қасиетті орындарының бірі Тектұрмас кесенесінің тарихын зерттеу, оның рухани және мәдени маңызын анықтау. Жобаның өзектілігі Тектұрмас кесенесі Тараз қаласының маңызды туристік нысандарының бірі. Жобаның құндылығы Тектұрмас кесенесі қазақ жеріндегі сәулет өнерінің бір үлгісі. Қазақстанның жеті келбеті таңбалы тас, алтын адам, киіз үй, домбара, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Маңғыстау жеріндегі жер асты мешіті. Бәйтерек. Қазақстанның 18-ші келбетін қосатын болсақ, Тараз қаласындағы Тектұрмас кесенесі. Тектұрмас кесенесінің тасын түсірсең, көненің көзі көрінеді, саясы сезіледі. Тектұрмас кесенесі Жамбыл облысы Тараз қаласы Талас өзенінің жағасындағы биік төбеде орналасқан. Бұл жерден бүкіл қала көрінеді. Ерте заманнан бері бұл орын киелі мекен деп саналған. Себебі биік жерді халық Құдайға жақын орын деп санаған. Тарихи аңыз бойынша Тектұрмас ислам дінін таратушы, әулие, батыр адам болған. Тектұрмас есімінің мағынасы жай жатпайтын, әрекетшіл деген мағынаны білдіреді. Оның нақты өмір сүрген кезеңі туралы деректер әртүрлі болғанымен, халық арасында ол қасиетті адам болып саналған. Тектұрмас кесенесінің сәулеттік ерекшелігі кесене күйдірілген кірпіштен жасалған күмбезді құрылыс. Қазіргі мәдени маңызы бүгінде кесене зиярат ететін қасиетті орын Тараз қаласының тарихи символы. Мәдени маңызы Тектұрмас кесенесі туристік нысан, жастарға рухани тәрбие беретін орын. Тараздың ежелгі тарихымен байланысты кесене көне Тараз қаласының маңында орналасқан. Тараз Ұлы Жібек бойындағы ірі сауда және мәдени орталық болған. Зиярат орны бүгінде Тектұрмас кесенесі халық жиі баратын орындардың бірі. Тарихи кешен қазіргі таңда кесене маңында тарихи мәдени кешен жасақталған. Туристік нысан Тектұрмас төбесі Тараз қаласының ең көрікті жерлерінің бірі. Кесене бұршақ пилястрлермен аяқталады. Қабырғаларда сылақ іздер бар. Пугаченкова кесенені 14-ші ғасырға жатқызады. Кесене Сұлтан Махмұттың жерленген орны болып саналған. Кесене сәулетшісі мен құрылысшылары белгісіз. Кесене күйдірілген кірпіштен жасалған күмбезді төртбұрышты. Сүйір арқылы кіреберіс батысқа Тараз қаласынан қарап тұр. Тектұрмас кесененің төменгі жағында Оңғасұлы Мәмбет Батыр, Бәйдібек баба мен Домалақ анамыздан тарайтын Дулат деген немересінен тарайды. Бұл кісі 18-ші ғасырда өмір сүрген. Кезінде Абылай ханның көмекшісі, қолбасшысы болған. Мәмбет атамыз 104-ке келіп, Қазақстан жерде дүниеден өткен. Және де қайтыс болғаннан кейін ұрпақтарының түсінікті өзін осы Тектұрмас бабамыздың жанына қатты жерлеуді айтып кеткен. Назарларыңызға рахмет.